Құрметті достар, бүгінгі осы мәтінді барлық оқырманымнан соңына дейін шыдаммен тыңдап шығуын сұраймын. Өйткені қазір айтатыным жай ғана айлық жұлдыз жорамалы немесе кездейсоқ қаржылық мүмкіндік туралы емес. Бұл алдағы жарты жылға, тіпті бір жылға дейінгі тағдырыңыздың бағытын өзгертуі мүмкін үлкен бетбұрыс туралы. Әсіресе шілде айынан бастап көптеген адамдардың тағдыр картасында өте сирек кездесетін өзгеріс пайда болады. Көпшілік бұл сөздің мағынасын түсінбеуі мүмкін, сондықтан қарапайым тілмен айтсам, ұзақ уақыт бойы тоқырап тұрған бақ пен несібе қайта қозғала бастайды. Бұрыннан мазалап жүрген сәтсіздіктер мен қиындықтар біртіндеп алыстап, олардың орнына қуатты жағымды энергия келеді. Бұл өзгеріс тек өзіңізге ғана емес, бүкіл отбасыңыздың өміріне оң ықпал етуі мүмкін. Егер соңғы уақытта өміріңізде жақсы жаққа өзгерістердің белгілерін байқап жүрсеңіз, бұл жай сәйкестік емес. Соңғы жарты жыл көп адам үшін оңай болған жоқ. Сырт көзге бәрін еңсере алатын, ақылды әрі іскер болып көрінгеніңізбен, ішіңізде қаншама уайым мен ауыртпалық жатқанын өзіңіз ғана білесіз. Біреу отбасының күнкөрісі үшін күн-түн демей еңбек етті. Біреу баласының болашағына алаңдап ұйқысыз түндер өткізді. Тағы біреулер бәрі жақсы деп айтқанымен жүрегінде шешілмеген мәселелердің салмағын көтеріп жүр. Кейбір адамдардың қабілеті мен ақылы жеткілікті болса да, өз мүмкіндігін көрсете алатын орта табылмай келеді. Әсіресе өткен жылдан бастап биылғы жылдың алғашқы жартысына дейін көпшілік ақшаның баяу келіп, тез жұмсалатынын, адамдармен түсініспеушіліктің көбейгенін, жоспарланған істердің соңғы сәтте жүзеге аспай қалғанын сезінді. Егер соңғы кездері себепсіз мазасызданып, тез шаршап, үйдегі көңіл-күйдің тұрақсыз екенін байқасаңыз, түсіңізде жиі бір нәрсе іздеп немесе жолда жүргеніңізді көрсеңіз, жұмысты немесе өмір сүретін ортаны өзгерткіңіз келсе, мұның бәрі сіздің өміріңізде өзгерістер кезеңі басталып келе жатқанын білдіруі мүмкін. Көп адамның табиғатында берілмеу қасиеті бар. Ойы ұшқыр, еңбекқор, қиындықтан қорықпайды. Бірақ сыртқа білдірмегенімен жылдар бойы барлық ауыртпалықты өзі көтеріп келеді. Қиындық көрсе де ешкімге айтпайды. Жақындары қалайсың деп сұраса, бәрі жақсы деп жауап береді. Күндіз өзгелердің алдында сенімді әрі мықты болып көрінеді. Ал кешке үйіне келгенде ғана шаршағанын сезінеді. Кейде өткен өмірін ойлап көзіне еріксіз жас келеді. Бұрын көп еңбек етсе, бәрі жақсы болады деп сенді. Бірақ өмірде жауапкершілік көбейіп, жұмыс, отбасы, туыстар мен таныстардың мәселесі бірінен соң бірі келе берді. Демалғысы келгенімен, оның орнын басатын адам жоқ екенін түсінді. Өткен жылдан бері кейбір адамдардың жұмысы жүрмей, келісілген істері аяқталмай қалды. Тапқан табысы әртүрлі шығындарға кетіп, қолда ақша тұрақтамады. Адамдар арасындағы түсінбеушілік, өсек пен қызғаныш көбейді. Шын көңілмен қараған адамдардың бәрі бірдей сондай жауап қайтара бермеді. Кейбіреулердің отбасында ұсақ нәрселерден үлкен жанжалдар туындады. Осындай сәтте неге басқалардың жолы болып жатыр, ал менікі болмайды деген ой келеді. Бірақ бұл міндетті түрде тағдырыңыздың жаман екенін білдірмейді. Кейде әр нәрсенің өз уақыты болады. Өмірде қиындық пен жеңілдік кезектесіп келеді. Алғашқы кезеңде көрген сынақтар кейінгі табыстың негізін қалауы мүмкін. Кейбір адамдар дәл өзгеріс болатын сәтке жетпей, өзіне деген сенімін жоғалтып қояды. Тағдыр туралы ілімдерде бір нәрсе жиі айтылады: үлкен жетістікке бір күнде жету сирек болады. Көп жағдайда нағыз табыс ұзақ уақыт жиналған тәжірибе мен еңбектің нәтижесі ретінде келеді. Сондықтан жастық шақта көп еңбек еткен адамдардың өмірі орта жасқа келгенде біртіндеп жеңілдей бастайды. Алайда үлкен өзгерістің алдында көп адам қатты шаршау кезеңінен өтеді. Жаңбыр алдындағы ауыр айы сияқты, өмірде де бәрі бір мезетте қиындап кеткендей көрінеді. Адамдармен келіспеушілік көбейеді, үйде де мәселелер жиілейді. Кейбіреулер соңғы уақытта телефоны жиі қатып қалатынын, тұрмыстық техниканың бұзыла беретінін, қолындағы затын таба алмай қалатынын, ұйқысының бұзылып, ашуланшақ болып кеткенін байқайды. Мұны кейбір дәстүрлі нанымдар адамның өміріндегі үлкен өзгеріске дейінгі кезеңнің белгісі деп түсіндіреді. Мұндай жағдайды бастан өткерген адамдардың арасында кейін өмірі жақсы жаққа өзгергендері де аз емес. Кейбіреулердің жұмысы аяқ астынан жақсарып, бұрын нәтиже бермеген еңбегі ақтала бастайды. Кейбір адамдар аяқ астынан басқа қызметке ауыстырылып, тіпті жұмысынан айырылды. Біреулер бірнеше жыл жүрген сүйіктісімен кенеттен айырылысып қалды. Кейбірі инвестициядан ақша жоғалтып, қалтасы жұқарды. Ал енді біреулердің отбасында бірінен соң бірі қиындық болып, ешбір ісі оңға баспады. Сол кезде көп адам, менің өмірім енді осылай өтетін шығар, қайта көтеріле алмаймын деп ойлады. Бірақ не болды? Сол ауыр кезеңнен өткеннен кейін бірнеше ай өтпей-ақ, олардың бағы күрт өзгере бастады. Жақсырақ жұмыс тапты, бұрынғысынан да үйлесімді жаңа махаббат кездестірді. Ақшасында біртіндеп қайта жинай бастады. Өмірі күн сайын жақсара түсті. Кейін өткенге қарап, олар сол кезеңнің шын мәнінде сәтсіздік емес екенін түсінді. Бұл тағдырдың сіздің өміріңізді тазартуы еді. Сізге тиесілі емес, күш-қуатыңызды сарқып, алға жылжуыңызға кедергі болған нәрселердің бәрін өміріңізден шығарып тастады. Сонда ғана жаңа игіліктердің келуіне жол ашылды. Сондықтан қазір кездесіп жатқан қиындықтар мен мазалайтын мәселелер міндетті түрде жамандықтың белгісі емес. Үй жинаған кезде де дәл солай болады ғой.
Шаң сыпырғанда айнала бір сәтке бұрынғыдан да лас болып көрінеді. Бірақ бәрін тазалап болған соң үй жарқырап шыға келеді. Бақтың ашылуы да осыған ұқсайды. Ескі энергия кетіп, жаңасы келуге. Екі түрлі қуат түйіскенде, біраз уақыт бәрі ретсіз болып көрінуі қалыпты жағдай. Бұл міндетті түрде өтетін кезең. Сондықтан үрейленбеңіз, қорықпаңыз, өзіңізден күдер үзбеңіз. Қолыңыздан келетін істі сабырмен атқара беріңіз. Осы өтпелі кезең аяқталған соң жақсы күндер өздігінен келе бастайды. Әсіресе биылғы шілде айы ерекше кезең саналады. Жақында жұлдызнаманы қарап отырып таң қалдым. Себебі көптеген адамдардың тағдырында қатарынан 3 сирек кездесетін қуат қалыптасыпты. Біріншісі, байлық қоймасының ашылуы. Әр адамның тағдырында ақша мен береке жиналатын өз қазына қоймасы болады. Кейбір адамдардың бұл қоймасы жабық тұрады, сондықтан қанша ақша тапса да ұстай алмайды. Кейбірінің қоймасы тесік болады, қанша тапса да күтпеген шығындар бәрін алып кетеді. Ал биылғы шілдеде көптеген адамдардың осы байлық қоймасы ашылады. Бұл тек ақша жоғалтуды тоқтатып қана қоймай, жаңа қаржы ағынын да тартады. Бұрын ақшаңыз тұрақтамаса, оның себебі осы қойманың ашылмағанынан еді. Енді тапқан әрбір тиын өзіңізде қалып, жинағыңыз көбейе бастайды. Бірте-бірте қолыңыздағы қаражат артып, көңіліңіз орнығады. Екіншісі, негізгі тағдыр жолының өз орнына келуі. Адамның негізгі бағыты әскердегі қолбасшы сияқты. Қолбасшы орында болса, бәрі тәртіппен жүреді. Орында болмаса, барлық іс шашырап кетеді. Соңғы жылдары көптеген адамның жолының болмай жүрген себебі осы негізгі тағдыр қуатының өз орнына түспегендігі. Соның кесірінен не істерін білмей, көп еңбек етсе де нәтиже көрмеді. Ал шілдеде бұл қуат өз орнына келеді. Сол сәттен бастап адамның ішкі сенімі күшейіп, мақсаты айқындала бастайды. Бұрын өте қиын көрінген істер оңай шешіледі. Бұрын асалмаған кедергілерден оңай өтеді. Бұл өзгеріс тек ақшаға ғана емес, мансапқа, отбасыға, денсаулыққа және өмірдің барлық саласына жақсы әсер етеді. Үшіншісі, ата-баба берекесінің қонуы. Бұл ата-бабадан жиналған игілік пен отбасының берекесі шілде айында бүкіл шаңыраққа тарайды дегенді білдіреді. Бұл жақсылық тек бір адамға емес, бүкіл отбасыға әсер етеді. Балалардың оқуы жақсарады, ата-ананың денсаулығы нығаяды, жұбайының ісі алға басады, отбасыда тыныштық пен татулық артады. Көп адамның өмір бойы армандайтын отбасы бақыты осы. Бұл береке сіз бен отбасыңыздың жылдар бойы жасаған жақсылығыңыздың, адал еңбегіңіздің жемісі ретінде келеді. Осы үш қуаттың бір уақытта келуі өте сирек кездеседі. Көп адам өмірінде соның біреуін ғана көрсе де үлкен бақ саналады. Ал үшеуінің қатар келуі 10 жылда бір болатын мүмкіндік. Сондықтан биылғы шілде шынымен де үлкен өзгерістердің айы. Егер осы мүмкіндікті дұрыс пайдалана алсаңыз, алдағы 3-5 жылыңыз әлдеқайда жайлы әрі берекелі болуы мүмкін. Соңғы уақытта мұны сезе бастағандар да бар шығар. Біреудің отбасы мүшесі аяқ астынан жолы болып кетті, біреуге жаңа серіктестік ұсынылды, біреуге жаңа мүмкіндік ашылды. Бұрын алыстап кеткен адамдар қайта хабарласа бастады. Кейбіреулер күтпеген жаңалық алды, үй мәселесі шешілді, қызметі өзгерді, инвестициядан ақша қайтты немесе ұзақ уақыт шешілмей жүрген іс ақыры қозғалды. Егер сізде осындай белгілер байқалса, бұл өміріңізде өзгерістер басталып жатқанын білдіруі мүмкін. Ең маңыздысы, биылғы шілдедегі қаржы мүмкіндігі тек кездейсоқ табыс емес. Бұл тұрақты табысқа қосымша күтпеген табыстың қатар келуі. Біреу қызметі өсіп, жалақысы көбейеді. Біреу үлкен тапсырыс алады. Біреу қаржылық қолдау көрсететін ықпалды адаммен кездеседі. Ал кейбір адамдар үшін бір ғана шешім өмірінің қалған бағытын өзгертіп жібереді. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз, қаржы мүмкіндігі қаншалықты үлкен болса, адамның мінезі мен сабыры да соншалықты сыналады. Көп адамда мүмкіндік болмай қалғандықтан емес, келген мүмкіндікті пайдалана алмағандықтан нәтиже шықпайды. Әсіресе тым көп уайымдайтын адамдар шаршаса да тоқтамайды, өзгергісі келсе де батылдық танытпайды, өзіне зиян келтіріп жүрген адамдармен қарым-қатынасын үзбей жүреді. Соның салдарынан қаржы мүмкіндігі келгенімен ішкі күйзеліс пен күмән оған жол бермейді. Бұл су краны ашық тұрғанымен құбырдың түйіліп қалғанына ұқсайды. Су қанша көп ақса да толық өте алмайды. Сонда ақша ағымы сіздің өміріңізге толық кіре алмай қалады. Сондықтан бүгіннен бастап бір нәрсені есте сақтаңыз, сіздің бағыңыз өзгере бастады. Бірақ сол мүмкіндікті пайдалана аласыз ба, жоқ па, ол алдағы әрекетіңізге байланысты. Соңғы кезде мен көптеген тышқан жылында туған адамдардан бір ортақ ерекшелікті байқадым. Олар өмірлерін жеңілдете бастады. Артық адамдармен араласуды тоқтатты, пайдасыз істерден бас тартты, өз күш-қуатын сарқитын нәрселерден алыстай бастады. Біреу мәнсіз кездесулерге барғысы келмейді. Біреу бұрынғы қарым-қатынасының шынайы мәнін түсінді. Біреу жұмыстан кетуді ойлай бастады. Ал енді біреулер өзін қажытатын туыстары мен таныстарынан саналы түрде алыстап жатыр. Бұл сіздің қатыгез болып кеткеніңіз емес. Бұл тағдырыңыздың өміріңізді тазарту процесі. Үлкен бақ келер алдында ескі адамдар, ескі жағдайлар мен ескі байланыстар кетеді. Сонда ғана жаңа береке келетін орын босайды. Сіз де мұны байқаған шығарсыз.
Бұрын ұмыталмаған адам кенеттен маңызды болмай қалды. Ұзақ уақыт мазалаған мәселе аяқ астынан шешілгендей болды. Көп жыл бойы жабысып жүрген нәрселерге деген қызығушылық та азайды. Бұл өте жақсы белгі. Ол сіздің энергияңыздың жоғарылай бастағанын көрсетеді. Адамның ішкі қуаты көтерілгенде, ең алдымен оның өмірінен төмен энергиялы адамдар мен жағдайлар алыстайды. Сіз оларды әдейі қуып жатқан жоқсыз, тек өмірлік жиіліктеріңіз әртүрлі болғандықтан жолдарыңыз өздігінен ажырайды. Бірақ ең маңыздысы мынау. Биылғы шілдеде тышқан жылы туғандар үшін тек қаржы емес, отбасылық бақ та күшейеді. Көп адам түсінбейді. Адамның өмірін түбегейлі өзгертетін нәрсе жалғыз өзі байып кету емес, бүкіл отбасының бағының бірге көтерілуі. Отбасының бағы ашылса, біреу қызметі өседі, біреу сәби сүйеді, біреу үй сатып алады, біреу кәсіп ашады, біреу көп жылғы қарызынан құтылады. Ықпалды адамдар өздері келіп көмектеседі. Тіпті ұзақ уақыт жолы болмай жүрген адамның да өмірі бірден өзгеруі мүмкін. Бұл жолғы өзгеріс ұсақ түйек емес, өте ауқымды болады. Мен тіпті былай деп айта аламын, кейбір тышқан жылы туған адамдардың биылғы шілдеден кейінгі өмірі өткен өмірінен мүлде өзгеше болады. Қазір бұған сенбеуіңіз мүмкін, өйткені сіз әлі қиын кезеңде жүрген шығарсыз. Бірақ тағдыр көбіне адам ең төменгі шекке жеткенде өзгере бастайды. Барлық нәрсенің шегі болады, содан кейін өрлеу басталады. Көп адам білмейді, тышқан белгісінде туған адамдардың табиғатында жасырын қаржы жолы бар. Олар ұқыпты, зерек әрі мүмкіндікті таба біледі. Олардың жолы жоқ емес, тек бақтары кешірек келеді. Сіздің көрген қиындықтарыңыздың бәрін тағдыр ұмытқан жоқ. Ұйқысыз өткізген түндеріңізді де, отбасыңыз үшін көтерген ауыртпалықтарыңызды да өмір біртіндеп қайтарады. Әсіресе отбасының үлкен ұлы немесе үлкен қызы болған тышқан жылы туғандар соңғы жылдары өте ауыр жүк көтерді. Сіз үнемі өзгелерді ойладыңыз, бәрінің көңілін табуға тырыстыңыз, өзіңізді соңғы орынға қойдыңыз. Бірақ биылдан бастап тағдыр таразысы біртіндеп сіздің жағыңызға ауа бастайды. Сіз істердің жеңілдей бастағанын, мүмкіндіктердің өздігінен келе бастағанын, жақсы адамдардың кездесе бастағанын және өз көңіл күйіңіздің өзгергенін байқайсыз. Ал ең маңызды белгі енді өзіңізді құрбан еткіңіз келмейді. Міне, дәл осы бақтың ашыла бастағанының белгісі. Шынайы байлық деген кенеттен ұтысқа ие болу емес. Ол адамның өз күш-қуатын құрметтей бастауы. Тышқан жылы туғандардың бұрынғы ең үлкен қатесі өзгелер үшін өмір сүруі. Барлығына жақсы болсын деп өзін құрбан етуі. Шыдасам, бәрі өтеді деп ойлауы. Бірақ іште жиналған реніш көбейген сайын, адамның жолы да бітеле береді. Әсіресе биылғы шілдеде тышқан жылы туғандарға ең қауіпті нәрсе өз-өзін іштей қажыта беру. Қазір сіз тағдырдың маңызды бұрылысында тұрсыз. Бір ғана шешім алдағы жарты жылдың, тіпті келесі 3 жылдың бағытын өзгертуі мүмкін. Енді неге шілде айында тышқан жылы туғандардың отбасында үлкен қуанышты жаңалықтар болуы мүмкін екенін, қай жылдары туғандардың қаржысы ерекше күшейетінін және үйде сақтауға болмайтын 3 зат туралы айтамын. Өйткені олар үлкен байлықтың келуіне кедергі келтіруі мүмкін. Әсіресе соңғысына ерекше мән беріңіз. Кейбір адамдардың бақыты есікке дейін келіп, бірақ үйдің қолайсыз энергиясының әсерінен кері қайтып кетеді. Биылғы шілденің басты ерекшелігі тек қаржының өзгеруі емес, бүкіл отбасының тағдырының қозғала бастауы. Қозғалыс деген сөзден қорықпаңыз. Үлкен өзгерістердің алдында өмірде аздап бейберекеттік болуы қалыпты жағдай. Сондықтан соңғы кезде көптеген тышқан жылы туған адамдар өмір ырғағының өзгергенін, көңіл күйінің құбылғанын, жұмыста, қарым-қатынаста немесе отбасында тұрақсыздық байқалғанын сезуі мүмкін. Бұл соңы емес. Бұл жаңа кезеңнің басталуы. Меніңше, биылғы шілдеде тышқан жылы туғандардың тағдырында сирек кездесетін белгі байқалады. Ескі кезең аяқталып, жаңа кезең басталады. Яғни сізді көп жылдан бері тежеп келген мәселелер, шешілмей жүрген түйіндер мен еңсені басқан қиындықтар кенеттен тарқап, жол ашыла бастайды. Әсіресе 1972 жылы туған тышқан жылының адамдары осы өзгерістердің ең үлкен игілігін көреді. Сіздер соңғы жылдары өте ауыр жауапкершілік көтердіңіздер. Отбасы, балалардың оқуы мен жұмысы, ата-ананың денсаулығы, күнделікті шығындар бәрі сіздердің мойындарыңызда болды. Көпшілігіңіз жұмыста көп жыл еңбек етсеңіз де, қабілетіңіз бен тәжірибеңіз жеткілікті болса да, лайықты бағаланбадыңыз. Енді сіздерге айтарым, қиын кезең аяқталып келеді. Биылғы шілдеден кейін сіздер қайтарым кезеңіне кіресіздер. Бұл бұрын берген еңбегіңіздің, жоғалтқан дүниелеріңіздің, жіберіп алған мүмкіндіктеріңіздің біртіндеп өзіңізге қайта оралу кезеңі. Бұл ақша болуы мүмкін, пайдалы байланыстар болуы мүмкін, жіберіп алған мүмкіндік болуы мүмкін, немесе бұрын жоғалтқан өзіңізге деген сенімнің қайта келуі болуы мүмкін. Өмір бойы жасаған еңбегіңіз алдағы жылдары біртіндеп өз жемісін бере бастайды. Кезінде көмектескен адамдар сізге қайта қол ұшын созады. Жасаған жақсылықтарыңыз өз игілігін әкеледі. Ал жіберіп алған мүмкіндіктеріңіз басқа түрде қайта келеді. Қаржы жағынан да қомақты табыс түсуі немесе кәсібіңіздің айтарлықтай өсуі мүмкін. Бұл ақша қарыздың қайтарылуы, жылжымайтын мүліктен түскен табыс, инвестиция дивидендтері немесе үлкендердің сыйы болуы мүмкін. Бұл сіздің өмір бойғы еңбегіңізге лайық сый.
Әсіресе 1972 жылы туған тышқан жылының адамдары, егер соңғы кезде үйді жинастырғыңыз келіп, жиһаздың орнын ауыстырғыңыз келсе, төсекті басқа жерге қойғыңыз келсе, немесе көп жылдан бері жиналып қалған ескі заттарды тастағыңыз келсе, мұны жай ғана кездейсоқтық деп ойламаңыз. Бұл сіздің түйсігіңіздің үйдегі байлық энергиясына орын босатып жатқанының белгісі. Бұл бақтың ашылуының өте күшті нышаны. Сыртқы орта адамның ішкі күйінің көрінісі. Ішкі энергияңыз реттелгенде ғана айналаңызды жинағыңыз келеді. Ал үйіңізді тазалап, ретке келтірген сайын энергия еркін ағып, қаржы мүмкіндіктері де көбейеді. 1972 жылы туғандар өмір бойы көп қиындық көрді, көп нәрсені үнсіз көтерді. Бұрын мұны тағдырым осындай деп ойладыңыз. Бірақ мәселе тағдырда емес, уақытының әлі келмеуінде еді. Биылғы шілдедегі осы қайтарым кезеңі сіздің төзімділігіңіз үшін берілетін сый іспетті. Сондықтан үйіңізді жақсылап тазалаңыз. Қажетсіз ескі заттарды қимай ұстамаңыз. Ескі заттар орын алып тұрса, жаңа береке кіре алмайды. Өмір бойы өзгелер үшін еңбек еттіңіз. Енді өзіңізге де жайлы өмір сүруге мүмкіндік беріңіз. Барлық ауыртпалықты өзіңіз көтермеңіз. Балалардың атқаратын жауапкершілігін өздеріне беріңіз. Ең алдымен өз денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Екінші топ, 1984 жылы туған тышқан жылының адамдары. Сіздер үшін биылғы жылдың ең басты ерекшелігі күтпеген табыс әкелетін мүмкіндіктердің көбеюі. Көптеген 1984 жылы туғандар жаңа адамдармен танысады. Біреу сізді серіктестікке шақырады, біреу қосымша табыс көзін ұсынады, біреу жаңа жобаға қатысуға шақырады. Тіпті бұрын мән бермеген ісіңізде табыс әкеле бастауы мүмкін. Бұл жаста ата-ананы да, балаларды да қатар ойлайтын кезең. Сондықтан жауапкершілік өте көп. Жастық шақта тәуекелге барудан қорықпадыңыз. Бірақ орта жасқа келгенде жұмыстан шығуға, кәсіп бастауға, тіпті демалуға да қорқатын болдыңыз. Себебі артыңызда бүкіл отбасы тұр. Соңғы жылдары көпшілігіңіз өзгелердің өсіп жатқанын көріп, өзіңіз орныңыздан қозғалмай тұрғандай сезіндіңіз. Қосымша жұмыс бастауға қорықтыңыз, жаңа жұмысқа ауысуға қорықтыңыз, инвестиция салуға қорықтыңыз. Ал шын мәнінде биылғы мәселе мүмкіндік жоқтығында емес, шамадан тыс сақтықпен ұзақ ойлануда. Тышқан жылы туғандар бәрін алдын ала есептеп барып әрекет етеді. Бірақ биылғы мүмкіндік баяу келмейді. Ол кенеттен келеді. Кейбір мүмкіндіктер бір-ақ рет беріледі. Ұзақ ойланған сайын мүмкіндік қолдан шығып кетеді. Сондықтан биылғы шілдеде ең маңызды сұрақ. Жаңа есікті ашуға батылыңыз жете ме? Бұл ойланбай әрекет етіңіз деген сөз емес. Тек өзіңіз көтере алатын тәуекелден қорықпаңыз. Қателесудің құны сіз ойлағандай ауыр емес. Ал егер жолыңыз болса, сол мүмкіндік өміріңізді түбегейлі өзгертуі мүмкін. Әсіресе 1984 жылы туғандар соңғы кезде, бұрын сізді менсінбеген адамдардың өздері сізге жақындай бастағанын байқауы мүмкін. Бұл жай сәйкестік емес. Адамның бағы ашылар алдында оның энергиясы өзгереді. Мұны айналасындағы адамдар да сезеді. Сондықтан өткенге қарамаңыз. Неге олар өзгерді деп ойламаңыз. Тек алға жүріңіз. Өмір бойы тұрақтылықты іздедіңіз. Биыл бір рет болса да батыл қадам жасап көріңіз. Орта жаста келетін үлкен мүмкіндік сирек болады. Оны пайдалана алсаңыз, кейінгі өміріңіз әлдеқайда тұрақты болуы мүмкін. Үшінші топ, 1996 жылы туған тышқан жылының адамдары. Сіздердің жағдайларыңыз ерекше. Бұл жай ғана жолдың ашылуы емес, өмір бағытының түбегейлі өзгеруі болуы мүмкін. Көптеген 1996 жылы туғандар соңғы жылдары көп еңбектенсе де, қай бағытта жүру керектігін білмей жүр. Осынша еңбектеніп жүрмін, бірақ нәтиже бола ма? Менің қабілетім жетпей ме? Тағдырым осындай ма? Өмір бойы біреуге ғана жұмыс істеймін бе деген ойлар мазалайды. Бірақ мәселе тағдырда емес. Сіздің уақытыңыз әлі толық келген жоқ. Осы уақытқа дейінгі кезең болашаққа дайындық кезеңі болды. 30 жас шамасында өмірдің шығындары көбейеді. Бәсекелестік күшейеді. Көпшілігі сүймейтін жұмыста істеп, орташа жалақы алады. Жұмыстан кетуге қорқады, кәсіп бастауға қаражаты жетпейді. Соның салдарынан өз-өзін кінәлап, іштей шаршайды. Бірақ бұлай ойламаңыз. 1996 жылы туған тышқан жылының адамдарының бағы жасы ұлғайған сайын күшейеді. Алғашқы жылдар тәжірибе жинау кезеңі ғана. Қазіргі қиындықтар болашақтағы жетістіктің іргетасын қалап жатыр. Биылғы шілдеден бастап көптеген адам өзін жаңаша тани бастайды. Біреу кәсіп ашқысы келеді, біреу өмірін түбегейлі өзгерткісі келеді, біреу өзіне ұнамайтын ортадан кеткісі келеді. Ең бастысы, енді өзіңізді құрбан етіп, өзгелерге ұнауға тырыспайсыз. Міне, осы өзгеріс өте маңызды. Тышқан жылы туған адам өзін іштей жегіден жемей, өз өмірі үшін өмір сүре бастағанда оның тағдыры да өзгере бастайды. Сіздің ең үлкен қолдаушыңыз алыста емес. Ол сіздің жаңа таңдауыңыз. Бір ғана батыл қадам өміріңізді мүлде басқа арнаға бұруы мүмкін. Қазір өте қиын болып көрінген мәселелерге кейін күліп қарайтын боласыз. Иә, сәтсіздіктен қорқасыз, қателесуден қорқасыз, адамдардың сөзіне алаңдайсыз. Бірақ жастық шақта қателесу қорқынышты емес.
Ең өкініштісі өмір бойы әрекет етуге батылы жетпей қалу. Тышқан жылы туғандар табиғатынан зерек, тез үйренеді және жаңа ортаға тез бейімделеді. Дұрыс бағыт тапсаңыз, өте жылдам өсесіз. Жастық ең үлкен капитал. Жеңілсеңіз де қайта бастауға болады. Ал мүлде әрекет етпеу ең үлкен өкініш. Сондықтан биылғы шілдеде таңдаудан қорықпаңыз, жаңа жолдан қорықпаңыз. Сіздің ең жақсы күндеріңіз әлі алда. Бірақ бір маңызды нәрсені алдын ала айту керек. Көптеген тышқан жылы туған адамдар соңғы кезде ақшаның келе бастағанын сезеді. Бірақ ол тұрақтамайды, келеді де кетеді, қолға ілінбей қалады. Неліктен? Бұл үйдегі энергияның әсері болуы мүмкін деген түсінік бар. Дәстүрлі фэн-шуй ұғымы бойынша кейде мәселе ақша келетін орынның жоқтығында емес, үйдің ретсіздігі мен артық заттардың энергия ағынын бөгейді деп есептеледі. Әсіресе биылғы шілдеде үйдегі заттар мен фэн-шуй туралы дәстүрлі сенімдерді сипаттайды. Бұл ғылыми дәлелденген қағида емес, халықтық наным ретінде берілген. Онда үйдегі сынған айналар, ұзақ уақыт ауыстырылмаған лас су, қажетсіз ескі аяқ киімдер мен артық заттар үйдің берекесіне кедергі келтіреді деген түсінік айтылады. Практикалық тұрғыдан алғанда үйді таза әрі жинақы ұстау, сынған заттарды жөндеу немесе қажетсіздерін шығару, пайдаланылмайтын заттарды азайту адамның көңіл күйіне жақсы әсер етіп, өмірді ретке келтіруге көмектесуі мүмкін. Бірақ олардың өздігінен байлық әкелетіні немесе қаржыны тоқтататыны ғылыми түрде дәлелденбеген. Үйіңіздегі берекені қашыратын үш нәрсе, көзіңіз шалынса, дереу арылыңыз. Үйдің ішкі энергиясы мен құт берекесі бәрінен бұрын мына үш нәрседен қорқады. Егер шаңырағыңызда осы заттар болса, уақыт созбай тазартып тастаңыз. Бірінші нәрсе шағылған, сынық, айна және кіреберіс есікке қарсы тұрған айна. Үйдегі сынық, беті бұлдыраған, адамды анық көрсетпейтін айналардан, немесе жатын төсек пен кіреберіс есікке тікелей қарап тұрған айналардан тезірек арылу керек. Фэн-шуй пәлсапасында айнаның табиғаты шағылыстыру. Ол жақсы энергияны да, жаман энергияны да кері серпіп тастайды. Кіреберіс есікке қарсы тұрған айна үйдің ырыс несібесі мен байлық энергиясы негізінен бас есіктен кіреді. Егер табалдырықтан аттағанда алдыңыздан үлкен айна шықса, кірген береке соған соғылып, сыртқа қайта тебіледі. Мұндай үйде ақша тұрақтамайды. Төсекке қарап тұрған айна, адам ұйықтағанда оның қорғаныс өрісі ең әлсіз күйге түседі. Айна төсекке тіке қарап тұрса, адамның ішкі тепе-теңдігін бұзады. Уақыт өте келе ұйқы қашады, мазасыздық орнап, ерлі-зайыптылар жиі ұрсатын болады. Сынық және сынабы көшкен айна, мұндай айна қираған энергия өрісінің белгісі. Ол байлықты шақырмақ түгілі, үйге сәтсіздік пен ауру сырқау әкеледі. Есіңізде болсын, шағын айнаның құны қанша тұрады? Сондай құнсыз дүние үшін мыңдаған, миллиондаған несібеңізден айырылып қалу үлкен қателік. Егер үйге кіргенде ауырлық сезінсеңіз, оның басты себебі осы айналар. Сынық айнаны тастаңыз, ал орнын ауыстыру мүмкін емес айналардың бетін матамен жауып қойыңыз. Екінші нәрсе, тұрып қалған өлі су мен шаң басқан ыдыстар. Көпшілік үйіне аквариум, сарқырама мүсіндерін қойып, сумен бірге ақша ағып келеді деп ырымдайды. Бірақ ол су ұзақ уақыт ауыстырылмай сасып, балдыр басып, ішіндегі балықтары қырыла бастаса, бұл береке емес, сәтсіздік ұясы. Тірі су және өлі су, таза әрі қозғалыстағы су ғана тірі байлықты бейнелейді. Ол үйдің энергиясын қозғалысқа келтіреді. Ал сасып тұрған өлі су үйге тек суық, жағымсыз энергия жинайды. Мұндай ортадан ырыс несібе қашады. Денсаулыққа әсері, тұрып қалған су бактерия мен шіріктің көзі. Бұл үйдегі адамдардың бойынан қуатты сорып, жалқаулық пен ауруға жетелейді. Бос ыдыстар, бұрыштарда шаң басып бос тұрған құтылар, шелектер мен легендер де жақсылық шақырмайды. Олар бос тұрған сайын ішіне тек сәтсіздік пен жағымсыз қуат жиналады. Егер соңғы кездері үй өсімдіктеріңіз сарғайып, балықтарыңыз өліп, қабырғалар көгеріп жатса, бұл үй ішінің энергиясы бұзылғанның белгісі. Суды жаңартыңыз, құрғатыңыз және айналаны тап-таза етіп ұстаңыз. Үшінші нәрсе, көп жылдан бері тасталмаған ескі аяқ киімдер мен қоқысқа толған босаға. Кіреберіс үйдің тыныс алу жолы, яғни береке кіретін басты қақпа. Ол жер кептеліп қалса, үйге ешқандай жақсылықта, дәулетте ене алмайды. Ескі аяқ киімнің зардабы, аяқ киім сырттың шаңы мен кірін, жағымсыз энергиясын жинайды. Ескірген, жыртылған, киілмейтін аяқ киімдерді табалдырыққа үйіп қою кірген ырысты есіктен қайта қуумен тең. Сонымен қатар, бұл үйде ұрыс-керістің көбеюіне, істің алға баспауына әрі жолыңыздың байлануына әсер етеді. Өткен шақтың шырмауы, ескі аяқ киімдермен бірге өткен сәтсіз махаббаттан, ескі жұмыстан қалған естеліктерді, ескі жәшіктер мен қолданылмайтын құрал-саймандарды кіреберіске үймеңіз. Өткен шақтың қоқысы үйіліп тұрған жерге жаңа бақыт сыймайды. Маңызды белгі, егер соңғы уақытта үйді тазалап, ескі құсқыны лақтырғыңыз келіп жүрсе, бұл сіздің тағдырыңыздың жаңа кезеңге, жақсылыққа, қадам басқалы тұрғанының белгісі. Түйсігіңіз сізге жаңа бақытқа орын босатуды сыбырлап жатыр. Жаныңыз бен үйіңізді емдейтін ем, көнеден арылу. Сондай-ақ мына дүниелер сіздің бағыңыз бен қуатыңызды ұрлайды. Бір бұзылған тұрмыстық техника, от энергиясына жататын бұзылған заттар үйде өлі қуат тудырады.
2. Тоқтап қалған сағат, сағат уақыт пен тағдыр ағысы. Тоқтап тұрған сағат сіздің де дамуыңызды шектейді. 3. Ескі, сарғайған киімдер. Киім адамның өткендегі энергиясын сақтайды. Киілмейтін киім сізді алға жылжытпай, артқа тартады. 4. Бұрынғы қарым-қатынастан қалған естеліктер. Оларды сақтау сізді өткен күннің мұңына байлап қояды. Нағыз үнемшілдік керексіз затты үйге үйіп қою емес, үйдің кеңістігін сізге қуаныш пен табыс әкелетін жаңа дүниелерге босату. Ескі нәрсе кеткенде, жаңа бақыт пен ырыс-береке есіктен еркін енетін болады. 2. Тоқтап қалған сағат, сағат уақыт пен тағдыр ағысы. Тоқтап тұрған сағат сіздің де дамуыңызды шектейді. 3. Ескі, сарғайған киімдер. Киім адамның өткендегі энергиясын сақтайды. Киілмейтін киім сізді алға жылжытпай, артқа тартады. 4. Бұрынғы қарым-қатынастан қалған естеліктер. Оларды сақтау сізді өткен күннің мұңына байлап қояды. Нағыз үнемшілдік керексіз затты үйге үйіп қою емес, үйдің кеңістігін сізге қуаныш пен табыс әкелетін жаңа дүниелерге босату. Ескі нәрсе кеткенде, жаңа бақыт пен ырыс-береке есіктен еркін енетін болады. Құрметті достар, егер тышқан жылы туған жандарға арналған шілде айының болжамы сізге ұнаса, видеоны лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта басқа жыл белгілеріне арналған айлық болжамдарды да тұрақты түрде жариялаймыз. Баршаңызға шілде айы молшылық, береке, зор денсаулық және сәттілік әкелсін. Барлық игі жоспарларыңыз жүзеге асып, әр күніңіз қуаныш пен жақсылыққа толы болсын. Келесі видеода қайта кездескенше аман сау болыңыздар.